Біз алдыңғы видеода бір қалыпты қозғалыс туралы айттық. Ілгерілемелі қозғалыстың ішінде бір қалыпты қозғалыс туралы айттық. Енді бұл жолы бір қалыпты айнымалы қозғалыс туралы айтайық. Бір қалыпты айнымалы. Аты айтып тұрғандай, бұл кезде бір қалыпты айнымалы қозғалыста бұл кезде енді жылдамдық бір қалыпты болмайды, бұл кезде үдеу бір қалыпты болады. Бізде бір қалыпты қозғалыста, бір қалыпты айнымалы емес, бір қалыпты қозғалыста жылдамдық бір қалыпта болды ғой, басындағы жылдамдық соңғы жылдамдыққа тең болады. Ал бұл кездегі бір қалыпты айнымалы қозғалыста үдеу бір қалыпты болады. Былай көрсетейін. Бір машина бар, тағы машинаны алайық. Мысалы, в 10 метр секунд деп алайық, мысалы. Бұл жай ғана мысалы. Жүретін болса, бір қалыпты айнымалы қозғалыста бұл кезде үдеуді қарастыратын боламыз. Үдеу 2 метр секунд болатын болса, квадраты. Мына машина бір белгілі бір уақыттан кейін, бір белгілі бір уақыт болсын, содан кейін бұл машинаның жылдамдығы артатын болады. Өйткені үдеу бар. Мына машина бастапқы жылдамдығын үдетіп, соңғы жылдамдығы мына бір бастапқы жылдамдықтан көбірек болады. Мысалы, Т3 секундтан кейінгі соңғы жылдамдық қанша болатын тап деп берілсе. В тең В initial, В тең В нулевой плюс АТ деген формула бар. Жалпы бір қалыпты айнымалы қозғалыста мына бір үш формуланы есте сақтап алуымыз керек. Өйткені дәл осы үш формуламен кез келген бір қалыпты айнымалы қозғалыстың есебін шығаруға болады. Кез келген. Тіпті бір қалыпты айнымалы кез келген есеп көрсеңіз, дәл осы үш формуламен шығарып тастай аласыз. Бірінші формуласы мына бір формула, екінші формуласы S тең В нулевой Т плюс АТ квадрат бөлу 2. Үшінші формуласы S В квадрат, В соңғы квадрат, F деп қойдым. Бұл F финальный соңғы жылдамдық. Екі А S. В тең В нулевой плюс АТ, S тең В0 Т плюс АТ квадрат бөлу 2, В F квадрат тең В0 квадрат плюс 2 АС. Осы үш формуланы есте сақтап алуларыңыз керек. Осы үш формула. Енді мына есепте бізде В0 берілген, бір үдеу берілген, 3 секундтан кейінгі жылдамдық қанша болады дейді. Бізде В0 бар, бізде А берілген, бізде уақыт берілген. Мына жерге қараймыз. Ең бірінші формулада В0 бар, А берілген, Т берілген. Демек, біз соңғы жылдамдығымызды, соңғы жылдамдығымызды тауып ала алады екенбіз. Жай ғана бірінші формуланы қолдана аламыз. Сонымен, соңғы жылдамдық қандай болады? В0 бізде 10 метр секунд плюс А2 метр бөлінген секунд квадрат көбейтілген 3 секунд. 10 плюс 6. 16 метр бөлінген секунд болады екен.
яғни мына жердегі жылдамдық 3 секундтан кейінгі жылдамдық, егер үдеу 2 метр секунд квадрат болса, 16 метр секунд болады екен. Көрдіңіздер ғой, үдеу қосылған кезде мына машина өзінің жылдамдығын үдетіп жатыр. Жай ғана атын қарап түсіне берсеңіздер болады. Үдеу деген машинаның жылдамдығын үдету. Енді графына келейік. Графына келетін болсақ, бірінші S-ті графқа келейік. S-ті графы мынадай болады. Бұл бір қараған кезде жаңағы квадраттың графына, квадрат x-тің графына ұқсайтын болады. Осындай бірінші бір қалыпты қозғалыстағы граф, S-тен b дегенде қозғалыстағы граф, ол бізде түзу сызық болды ғой. Мінекей, мынау бір қалыпты қозғалыстағы граф түзу сызық болған. Ал енді бізде бір қалыпты айнымалы қозғалыста, бұл кезде үдеу бар кезде қозғалыс, мынадай қисық осындай граф болады екен. Ал жылдамдық пен уақыттың графы мүмкін біліп отқандар шығарсыз. Осындай болады. Неге? Өйткені бізде жылдамдық үдетіліп, көтеріліп жатыр. Уақыт өткен сайын, уақыт жылдамдығы да өсіп жатыр. Көрдіңіздер ғой? Дәл мына жерден көріп алсаңыздар болады. Басында 10 метр секунд болса, көбейіп 16 метр секундқа жетті жылдамдығы. V-ті графтан да бұл көрсетіліп тұр. Басында V0 болса, соңында VF үлкенірек жылдамдық болады. Яғни жылдамдығы көбейіп тұр. Бұл жердегі X ара қашықтықты мына бір ауданды тауып алып, бұл жердегі X ара қашықтықты жай ғана мына бір ауданды тауып алсақ, X ара қашықтығын шығатынын білеміз. Дәл бір қалыпты қозғалыстағы сияқты. Дәл солай бұны күнде тауып алуға болады. Бұл кезде интегралды қолданып, мына бір ауданды тауып алуға болады, немесе трапезоидтың формуласымен ауданды тауып алуға болады, немесе жай ғана мынаны бөліктерге бөліп тастап ауданды тауып алуға болады. Ол қалай? Мысалы, мынадай болып тұр ғой, дәл қазіргі кезде. Мынаны білеміз. Бізде 3 бұрыш пен 4 бұрыш шықты. 4 бұрыштың ауданын таба аламыз. Жай ғана А көбейту Б, мынаның ауданы Б болса, С болса, BC көбейту 2. 3 бұрыштың ауданы BC көбейту 2, BC бөлу 2 болады ғой. 3 бұрыштың ауданы. Ал мынау 4 бұрыштың ауданы осылай болады. Екеуін қоса салсақ, А көбейту Б плюс BC көбейту бөлу 2. Мына бір үлкен трапезоидтың ауданы шығады. Дәл солай біз осы бір аудан тауып алып, дәл осы аудан X-қа тең екен деп айта аламыз. X, C мен екеуінде жазып жатырмын, екеуінің несі жоқ, айырмашылығы жоқ. Мына жердегі S, бұл да X, мына жердегі X, мынау да S. Сонымен жаңағы графқа байланысты бір есеп шығарып көрсетейік. Бір мысал шығарып көрсетейік. Бізде граф есеп болсын. Бұл қандай граф? Бұл VT графы. Мынау V, мынау T. Жылдамдық, уақыт графы. Басындағы жылдамдығы 10 метр секунд болсын. 10 метр секунд. Бастапқы жылдамдығы 10 метр секунд. Және 5 секунд бір үдеу қосылып, бір үдеумен, белгілі бір үдеумен, бір үдеу бар. 5 секундтан кейін мына уақыт 5 секунд, жылдамдығы 20 метр секундқа жетсін. Яғни бір мынандай жол жүреді, жол емес, мынау жылдамдығын асырады,
басындағы жылдамдығы 10 метр секунд болса, үдеу қосылып, көтеріліп, жылдамдығы көтеріліп жатыр. Көтеріліп, соңғы жылдамдығы, яғни 5 секундтан кейінгі жылдамдығы 20 метр секунд болсын. 20 метр секунд. Енді бізге нені сұрап жатыр? X-ті тапсын дейді. X-ті қалай табамыз? X айтқандағыдай жай ғана мына бір аудан. Бұл ауданды қалай табамыз? 3 бұрыш пен 4 бұрышқа бөліп тастауға болады. Мынау шамамен сыздым, бұл өлшемдер қате болуы мүмкін, оны өлшеп керек емес. Мен жай ғана өзіме ыңғайлы болу үшін сызып алдым. Мына бір басында мынау V0 болды ғой. Мына жерде V файналы, V соңғы жылдамдығы мына жерде болды. 5 секундтан кейінгісі. Яғни мына бір аудан, мына бір қашықтық 5-ке тең. Мына бір қашықтық 5-ке тең. Мына бір қашықтық, мына бір ұзындық 10-ға тең, өйткені V0 10 метр секунд болып тұр. Мына бір ұзындық бізге керек емес, өйткені біз мына жерден 3 бұрышқа бөліп тастайық. Бізге сонда мына бір ұзындық қана керек болады. Бұл ұзындық қаншаға тең? Бұл ұзындық 10-ға тең. Неге? Өйткені мына жерде 10 болса, мына жерде 20 болса, екеуінің арасындағы ұзындық жай ғана 20 минус 10 тең 10 болады. Енді X ол жай ғана 4 бұрыш пен мына бір 4 бұрыш болса, 4 бұрыштың ауданы мен 3 бұрыштың ауданын қосқан кезде шығады. 4 бұрыштың ауданын қалай табамыз? Жай ғана ұзындығы мен енін көбейтеміз. Бізде ұзындығы 10 болса, ені 5 50 болады. 3 бұрыштың ауданын қалай табамыз? Ұзындығы мен енін көбейтіп 2-ке бөлеміз. Ұзындығы бізде 10 болса, 10 көбейту 5, мына жер 5. 5 бөлу 2-ке тең. Сонда қанша болады? 10 көбейту 5 50, 50 бөлу 2 25. Сонымен 4 бұрыштың ауданы бізде 50 екен. Мына бір аудан 50, мына бір аудан 3 бұрыштың ауданы 25 екен. 50 плюс 25. Сонда 75 метр екен. Басында 10 метр секунд пен соңында 20 метр секунд болғандағы 5 секундтан кейінгі жол 75 метрге тең болатынын есептеп шығарып алдық. Енді бізге нені тапсын дейді? Бізге үдеуді тап дейді. Үдеуді қалай табамыз? Біз басындағы 3 формуланы бердік қой. Осы 3 формуламен кез келген бір қалыпты айнымалы қозғалыстың кез келген есебін шығаруға болады. Осыған қараймыз. Бізде V бар, V соңғы бар, V бар бастапқы. Бізде уақыт берілген, бізге A-ны тапсын дейді. Қараймыз, мынаяқтан қайсысы бізге келіп тұр. Бізде V соңғы бар, V бастапқы бар, уақыт бар, бізге A-ны табу керек. Демек, мына бірінші формуланы қолдансақ болады. VF тең V0 плюс AT. VF тең V0 плюс AT. VF бізде 20 метр секундқа тең. V0 10 метр секундқа тең. Плюс A бізде A-ны табуымыз керек. Көбейтілген T 5 секундқа тең. Жай ғана өрнек таба саламыз. 20 минус 10 10 тең A көбейту 5. 10-ды 5-ке бөлеміз, сонда A 2 метр бөлінген секунд квадратқа тең екен. Үдеу сонда бізде 2 метр секунд квадратқа тең екен тауып алдық. Мынаны ұмытпаңыздар, мына бір метр бөлінген секунд квадрат деген бұл үдеудің өлшем бірлігі. Барлық үдеуде метр бөлінген секунд квадратпен аламыз. Кез келген есепте осылай аламыз.